Сәлем достар, біз бүгін сіздермен пицца жасайтын боламыз. Бізге ол үшін қамыр үшін ұн, ашытқы, бір жұмыртқа, май, тұз, су қажет болады. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Жұмыртқа, сұйық май, көп емес, бір ас қасық көлемінде жеткілікті. Келесі кезекте ашытқы, осы жеткілікті. Келесі кезекте аз ғана тұз, су. Енді барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Біз қолымызбен араластыра береміз. Негізі судың орнына сүтпен алмастырсаңыздар да болады. Жұмыр қаттылау, кәдімгі қамыр, етке дайындайтын қамыр сияқты. Сондай болу керек тығыздығы. Су аз болса тағы да қосамыз. Суымыз сәл аздау. Осылайша елей береміз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ. Енді осы қамырды 1-1,5 сағатқа қойып қоюымыз керек. Ал енді біздің пиццамыздың қамыры дайын. Келесі кезекте пиццаның бетіне салатын нәрселер дайындаймыз. Ол үшін бізге қажет болатыны шұжық, тазалап тураймыз. Мінекей, бізге осы жеткілікті. Келесі кезекте қызанақ. Келесі кезекте болгар бұрышы. Болгар бұрышын жолақша етіп, ұзынша етіп тура аламыз. Қызыл болгар бұрышы.
дайындап алдық. Келесі кезекте сырымызды үккіштен өткіземіз. Келесі кезекте сырымызды теркадан өткіземіз. Мінекей достар, біздің қамырымыз дайын болды. Енді біз қамырымызды жазамыз. Дөңгелек шеңбер етіп жазып аламыз. Қамырымызды жазып болдық. Бізге осындай кішірек пицца керек. Мінекей қалыңдығы өте қалың да емес, жұқа да емес. Шеттерін біз әдейілеп солай көтеріп қойғанбыз. Келесі кезекте бұған біз алдын ала дайындап қойған. Бұл жерде ащы дәмдеуіш және кәдімгі майонез бір шай қасық араластырып жағамыз. Келесі кезекте шұжық. Көбірек етіп сала береміз. Біраз басын қыраймыз. Жоқ жерлерді толтырамыз. Келесі кезекте болгар бұрышы. Мінекей. Бұл да дайын. Ендігі кезекте қызанақ. Қызанақты үстінен жауып тастаймыз. Мінекей. Енді бізде қалған ол сыр. Сырды бетінен себеміз. Алдын ала пештеріңізді қыздырып 180 градуста пісірсеңіз жақсы. Мінекей біздің пиццамыз пешке салынуға дайын. Енді біз бұны салып қойып, екіншісін дайындаймыз. Мінекей достар, астарыңыз дәмді болсын.